Қазақстанда мүгедектік және асыраушысынан айырылған жағдайда төленетін жәрдемақының мөлшері белгілі болды. Мүгедектігі және асыраушысынан айырылуы бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыларды төлеуге жыл басынан бері республикалық бюджеттен 107,8 миллиард теңге бөлінді. Сонымен қатар мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры еңбекке қабілеттілігін жоғалту және асыраушысынан айырылу бойынша шамамен 14,8 миллиард теңгеге әлеуметтік төлемдер жасады. 2025 жылғы 1 наурыздағы жағдай бойынша мүгедектігі бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алушылар саны 539,9 мың адамды, ал асыраушысынан айырылған жағдайда 194,5 мыңға жуық адамды құрады. Мүгедектік бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылардың мөлшері мүгедектіктің тобына және себебіне, сондай-ақ тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген ең төменгі күнкөріс деңгейіне байланысты. Асыраушысынан айырылған жағдайда төленетін мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылардың мөлшері қайтыс болған асыраушысының асырауындағылардың санына, қайтыс болу есебіне және ең төменгі күнкөріс деңгейіне байланысты. Сонымен қатар міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысушылар әлеуметтік тәуекелдер туындаған жағдайда мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан әлеуметтік төлемдер алады. Мәселен, 2025 жылғы 1 наурыздағы жағдай бойынша 89 мың адам еңбекке қабілеттілігін жоғалту бойынша 62,1 мыңға жуық отбасы асыраушысынан айырылу бойынша әлеуметтік төлемдер алды. Төлемдердің мөлшері жеке болып табылады және мыналарға байланысты. Соңғы 2 жылда мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар жүргізілген орташа айлық табысқа, еңбек ету қабілетінен айырылу коэффициенттеріне, асырауындағылар санына, міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысу өтіліне және кірісті ауыстыруға. Бұл төлемдер республикалық бюджеттен төленетін осындай төлемдерге қосымша төленеді деп хабарлады Еңбек министрлігі. 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап ең төменгі күнкөріс деңгейінің ұлғаюына байланысты мүгедектігі және асыраушысынан айырылуы бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы мөлшері 6,5%-ға ұлғайтылады. Қазақстан Республикасы үкіметінің шешімімен мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан еңбекке қабілеттілігін жоғалту және асыраушысынан айырылу бойынша төлемдердің мөлшері де 6,5%-ға ұлғайтылды. Сонымен осы жылы жалпы ауруға байланысты мүгедектігі бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы мөлшері бірінші топқа 101,702 теңге, екінші топқа 81,362 теңге, үшінші топқа 55,474 теңге. 1 наурыздағы жағдай бойынша еңбекке қабілеттілігін жоғалту бойынша әлеуметтік төлемдердің орташа мөлшері 70,510 теңге, асыраушысынан айырылу бойынша 71,752 теңге деп атап өтті ведомство.